депутат Бакажаев Анас Ахатұлы беріледі. Көп рахмет. Депутаттық сауал Жұманғаринге. Құрметті Серік Мақашұлы, интернеттегі сауда-саттыққа арналған арнайы сайттарды ашсаңыз, көптеген шаруа қожалықтардың, сонымен қатар дайын агробизнестің сатылып жатқанын байқар едіңіз. Бұндай хабарландырудың саны күн сайын артып келеді. Бұндай шаруашылықтардың сатылуы өте қиын. Себептері әртүрлі. Адамдар кейбіреулері жайлы өмір іздеп қалаға көшіп жатыр, кейбіреулері шаруашылықты жүргізе алмай шаршаған. Бұл шаруашылықтар сатылмаған жағдайда дүние мүлкі бөлшектеп сатылады. Төл әкелетін мал пышақ астына түсіп етке кетеді, жер игерілмей қалады, техникасы сатылады бөлек өңірлерге, басқа өңірлерге. Бірақ енді сатып алам дейтін адамдар аз емес, бар. Ауыл адамдары осы дайын шаруашылықтарды құлатып алмай, ары қарай жүргіземін, оны дамытамын деген азаматтар өте көп. Бірақ олардың қолында қаражат жоқ. Қазіргі таңда осындай сатып алам шаруашылықтарды ары қарай жүргізем дейтін азаматтарға арнайы лизингілік бағдарламалар керек. Мемлекеттің қолында Қазагро қаржы деген мекеме бар. Дәл қазір ауыл шаруашылығы министрлігі мал шаруашылығын дамыту бойынша бағдарлама әзірлеп жатыр. Соның аясында ақша бөліп, Қазагро қаржыға беріп, тиісті бағдарлама жасап, дайын агробизнесті ары қарай құлатып алмай жалғастырам деген азаматтардың сатып алуына мүмкіндік ашу керек. Құрметпен Ауыл партиясының фракциясының депутаттары және Балабиев.